Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаменті 1 маусым балаларды қорғау күніне орай шығу арқылы ашық есік күнін өткізіп жатыр. Аталған іс-шара облыстық білім басқармасымен және Қызылай қоғамымен бірлескен түрде өткізілуде. Аталған іс-шара Түркістан қаласындағы ең көрнекті жері Керуен сарай ойын-сауық кешенінде өткізілуде. Осы іс-шара аясында негізінен балаларды қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар ұйымдастырылуда. Сонымен қатар барлықтарына судағы қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі саласында балаларға көптеген қауіпсіздік шараларын үйретіп жатырмыз. Сонымен қатар викториналар өткіздік. Викториналдан дұрыс жауап берген балаларға сый-сияпаттар беріп жатырмыз, көрсетіп жатырмыз. Осы балалар жылы аясында қазір осы Керуен сарайда бүгін жиналған 7000-нан аса бала осы біздің техникаларды көріп мәз-мейрам болуда.